Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан, 22-ші параграф, практикум, элементті жою және кірістіру сабағын жалғастырамыз. Арман ПВ-ның бұл бөліміндегі тақырып соңғы сабақ, яғни осымен бір өлшемді массив аяқталады. Элементті жою және кірістіруге арналған 3-6 негізгі кілтік сөз бар, солармен бөлек-бөлек танысып алайық. Бір өлшемді массив элементті жою деген не? Элементті жою деген элементтің массивтің өшірілуі, яғни элементтердің жалпы саны азаюы мүмкін. Элементке массив элементтің кірістіру дегеніміз не? Олардың жалпы саны көбеюі мүмкін. Яғни, изначально бізге қандай да бір массив элементі берілді. Егер ол элементтен белгілі бір мәнді, яғни 8 деген мәнді жоятын болсақ, массивтің лены, длинасы қысқарады. Егер бұрынғы массивке жаңа бір мән қосатын болсақ, онда массивтің лены ұзарады. Яғни массивке берілген n деген сан бар ма, изначально ол всегда тұрақты емес. Массив не ұзару мүмкін, не қысқару мүмкін. Соған байланысты массив элементтері кірістірудің 3 әдісі бар: insert, append және extend. Кітаптағы мысалға қарағанда оңай түсінікті мысал келтірейік, одан кейін кітаптағы мысалдарды оқып шығайық. Бізге бір массив берілсін, оны біз жемістер деп алайық. Мысалға оның ішінде алма бар және апельсин бар. Ең алғашқы өту керек болған кіріктірудің бірінші түрі append деп алайық. А нүкте, просто так append. Не істейміз? Оған бір бананды қосайық. Массив элемент, массивті түсіну үшін сан емес, элементарны бір есеп емес форматты түсіну оңай болады. Оға дейін алғашқы аның мәнін бір көрейік, append бар жоқ кездегі. Append бар кездегі мәнді көрейік. А, F5, окей. Вот, изначально алма, апельсин, кейін соңына бірақ мән қосады. Біз біліп алайық, append бірақ мән қосады. Бірнеше мәнді қоса алмайтын, допустим, мұнда алмұрт, F5, окей. Программа не береді? Ошибка береді, потому что append бірақ мәнді қоса алады. Окей? Окей, осымен append бітті. Келесі кіріктіруге болатын готовый функцияның аты extend деп айтылады. Extend ол бірнеше массив элементтерін біріктіре алады. Extend, осы жерге бірнеше мәнді қосайық. Мысалыға, банан мен жүзімді қосайық. Банан және жүзім. Оған дейінгі массивті бір көрейік. Extendтен кейінгі массивті бір көрейік. Окей. Так. Вот, мұқият қарайтын болсақ, алғашқында бізде алма және апельсин бар еді, кейін банан және жүзім деп массивтің длинасын не істеп жібердік? Ұзартып жіберді. Яғни append кетті, extend кетті, енді insert. Insert ол өте оңай, белгілі бір орынға мәнді енгізуге болады. Окей, мұнаны хэштег ала салайық комментарийге. Одан алдыңғысында комментарий ала салайық. А нүкте append. Просто бірақ элемент, банан. Окей, F5, окей. Все, классно. И бұны неге аламыз? Бұны да комментарий аламыз. Келесі, біз insert. Insert дейтін белгілі бір орынға, белгілі бір мәнді жазу. Мысалға деп алайық. А нүкте, insert. Бірінші орынға, мұна бізде 0-ші орын, мұна 1-ші орын. И мұна осы жерге 1-ші орынға енгіземіз. Нені? Бананды. F5, окей. Яғни, алма 0-ші орын, 1-ші орынға кіріктіріп жібердім да, бананды, Сонымен не кетті? Енгізу операторлы кетті. Append, extend, insert. Келесі массив элементтерін қысқартамыз. Ең бірінші қысқартатын функциямыз біздің del деп айтылады. Del белгілі бір индексті өшіреді. Мысалға, del, бет жазайық, delға аның бірінші элементін өшір деп айтайық. Сонда бізде апельсин, банан, жүзім шығу керек. F5, окей. Вот мені. Так, 0, 1. То есть бірінші индекс өшірді. Мен 0 десем, 0-ші индекс өшіретін еді. 1 десем, апельсин, жүзім. Алма, банан, жүзім қылады. Тағы да бір көрейік. Алма, банан, жүзім. Не өшіп кетті? Апельсин өшіп кетті. Яғни, del белгілі бір индекс бойынша өшіре алады екен. Келесі.
Del'дің тағы бір түрі бар. Del деп аламыз да, ол бірнеше мәнді өшіруі мүмкін да. 0-ден 2-ге дейінгі, 0, 1, 2 кірмейді ғой. Сонда алма мен бананды апельсинді өшіреді да, банан мен жүзім қалады. F5, окей. Вот банан мен жүзім қалды. 0-ден 2-ге дейін 2 кірмейді, хорошо? Окей. Келесі функция бізде remove деп айтылады. Remove. Remove ол атайып тұрғандай өзінің атына сәйкес келетін элементті ғана өшіреді. Допустим, мен нені өшіргім келеді? Бананды өшіргім келеді. Окей. Ішінде не өшіп кетті? Банан өшіп кетті. Remove деген мән бойынша өшіреді. Осыны ескерейік. Үшінші өшірудің жолы ол remove кетті, del кетті, pop. Pop ол не бойынша енді өшіреді? Индекс бойынша өшіреді. A.pop, допустим, -1. Мұнау бізде -1, -2, -3, -4 деген сияқты 0, 1, 2, 3. Яғни -1 деген не өшіп кету керек? Жүзім өшіп кетуі керек. Жүзім өшіп кетті. Окей. Осымен біздің массив элементтерін қосуға арналған 3 функция, өшіруге арналған 3 функциямен қарапайым түрде таныстық. Енді кітапқа оралайық. Insert in x массивіне n элементін көрсетілген i индекс бойынша не істейді? Кірістіруге мүмкіндік береді. Келесі del операторын пайдаланып массивтің элементтерін жоя аламыз. Сондай элементті жоюға remove немесе pop әдісін қолдануға болады. Remove дегеніміз не? N функцияның n элементін, яғни атын x массивінен жоюға мүмкіндік береді. Мысалға кодты ауызша қарастырып кетсек болады. N массивтің ұзындығы берілген, массивті экранға шығарған пока, сөйтті массив элементтерін appendпен енгізді, қандай да бір функциялармен, и бізге айтып жатыр m, яғни enter number of element for delete, яғни өшіруге болатын элемент өшір, del mas m-1 дейді. Массивтің -1 элементін өшір, одан кейін 0-ші орынға 1 деген мәнді қос, соңына 9 деген мәнді қос, extend 5, 6, 7-ні 1-ден енгізіп жібер. Пока бұл принтта шығып тұр, а вот мәні енгізіп жібер деген неге алып тұр? Жақшаға алып тұр. Сонда и remove pop 2 деген екінші орындағы мәнді өшір деген. Еще бұл жер айтатын нәрсе, popқа ешқандай индекс берілмесе, ол всегда ең соңғы элементті өшіреді. Жаңа мына жерде соны айту есімізден шығып кетті. A.pop дей салайық, сонда бізде ол нені өшіреді? Бәрібір жүзімді өшіруі керек. Егер элемент көрсетілмейтін болса, всегда соңғы элементті өшіреді екен. Мына жерде кодты жазудың ешқандай смыслын көріп тұрған жоқпын. Барлығын ауызша айта салдық. Remove 7, 7-ге тең элемент. Pop екінші индекстегі элемент өшіреді. Extend 5, 6, 7-ні соңына қосып береді. Сосын append ең соңына бірақ мәнді қосып береді. 0-ші орынға 1 деген мәнді қойып береді. Массивтің ішінен m-1 мәнді өшіріп тастайды. Самый элементарный нәрсе. Келесі, еркін берілген массивте элементтің барлық жоп мәнін жойыңдар дейді. Енді мынандай бір қызық случай бар. Массив элементіндегі барлық уақытта біз нені қолдана алмайды екенбіз? For операторын қолдана алмайды. Мысалға from, то есть import random, random, from, import array as r, a тең r.array типі i. Сөйтемізді b деген пока лист қалдырып кетейін. Қазір не үшін екенін бұны айтамыз. Сөйтемізді n тең 10 элементтен тұратын массив элементін толтырамыз. For I in range n-ге дейін a.append random.randint 1-ден 100-ге дейінгі санды толтырамыз да экранға, пока не істеп аламыз? Жұлдызша a элементін көріп аламыз. Вот, допустим, массив элемент толтырылды. Енді бізге айтып жатыр, нені барлық жұп мәнді жойыңдар дейді. Тағы бір көрейік. Яғни 44-ті, 90-ды, 60-ты, 80-ді не істеу керек? Жою керек. Жоюдың әдістері өте көп. Мен массивтің қазір бұл әрекет
орындалмайды. Не үшін орындалмайтынын бір түсіндірем. For I in range. Допустим, n десем де, len десем де не важно. Егер аның I элементі процент 2 тең 0 болатын болса, онда бұны мен неге жинаймын? B-ға жинаймын. B нүкте append аның I элементін істеймін, B-ға жинаймын. Окей? Пока print A дейм, print B дейін, қазір түсіндіріп берем. Бұл жерде ешқандай бір қызық жоқ. Допустим, жұлдызша A, жұлдызша B дей салайын. Массив элементі берілді да, мен жұп элементін басқа массивке жинадым, бірақ мен негізгі массивтен жұп элементін істеген жоқпын, өшірген жоқпын. Ал маған өшір деді. Мен 72, 20, 28-ді бұл массивден жинағаным рас, бірақ негізгі А массивден өшіре алған жоқпын. Мен айтып көрем. Del, аның I элементін өшір деп айтам да. Яғни, аның I элементін бұға салып қойдым ғой уже, енді өшір деп айтам, программа ашып көреді. Қандай ашып көреді? Out of range, яғни мен диапазоннан өшіріп тастағаннан кейін массив элементі қысқарып кетті. Даже мен не істесем де, len A десем де, массив элементі менде қысқарып кетті. Значит, бұндай del жүретін кезде массив элементтерін қолдану керек кезде всегда for оператор жарамайды. Сол кезде массивтің ұзындығы белгісіз болған жағдайда while операторын қолданған әлде қайда тиімді. Ол кезде былай дейміз, I тең 0-ге тең, for I range len-ға бүйтіп айтамыз, while I менші len A деп айтам. Дұрыс па? Len A-ға дейін деп айтамды, өйткені A-ның өзі кірмейді. Кіру үшін мен істеуім керек еді, тең деп алуым керек еді. Бүйтіп айтам. A-ның I элементі жұп болатын болса, B-ға салда, del-дан өшіп таста. Ал егер 0-ге тең болмаса, онда I-ды бірге не істеймін? Арттырамын. Қай уақытқа дейін len-ға жеткенше. Осы кезде мен массив элементінің ұзындығы әртүрлі кезде мен while операторымен шығара ала деген. Вот мені. Мен жұп элементінің бәрін A-дан өшірдім, вот допустим. Бүйтіп айтайық, чтобы A екенін көру үшін A өтір A, B өтір B деймін да, F5, окей. Вот, массив элементіндегі қалды, тек тақтар қалды. Жұптарын бәрін маған өшірдім, бірақ на всякий керек болса, неге жинадым? B массивіне жинай салдым. Негізі кітапта солай өзі беріліп қойған. Мінеге I 0-ге тең, мына жағы енді не важно толтыру жағы, рандоммен толтырды. Жұп болатын болса, B-ға жинап болдың ба, өшіре сал. Ал жұп емес па, массивтің индексін бірге артқыз. Тура осын жаңа forмен берген кезде, for оператормен не істемейтін еді, орындалмайтын еді. N өлшемді массив және K бүтін сан берілген, K реттік нөмір бар массив элементінің алдына 0-дік мәнін жаз дейді. Енді бұл N массив ұзындығы K, білмеймін, енді бұны шығару керек па, шығару керек емес па. Бұны бете салайық. Допустим, массив элементі уже менде бар. Маған B деген массив керек емес. K маған K-ны айтайын. Нешінші орынға? Допустим, 6-шы орынға. Бірақ K всегда N-нен не болу керек? Кіші болу керек. Потому что индекс ішінде болу керек қой. Бүйтіп айтам. A нүкте insert K-ның орнына маған 0-ді қой деді. Болды. Print A. Сонда мен 6-шы орынға 0-ді қоям. Вот, 6-шы орынға 0-ді қойдым. Оға дейін ол 0 жоқ еді. Жұлдызша A. Немесе бетейікші, бір әдемі ғып жазайықшы. Қалай? For I in range len A, потому что массивтің ұзындығы не істеді? Өзгеріп кетті. Print A-ның I элементін шығарамды және бетіп батам қыса бір жазып көрейін енді. Вот, 0-ші орынға нені енгіздім? То есть 6-шы орынға 0 деген мәнді енгіздім. Мына жерде енді кодқа оралатын болсақ, def-ға мән бермейміз. Бұл массив элементін көру, массив элементін қолмен толтыру, қолмен толтырылған элементті экранға көру, қасыншы орынға 0 деген мәнді беру, біткеннен кейін экранға массивті көру и екі рет берген. Array-дің өзі final array дейді. Что делать? Осымен бір өлшемді массив бізде аяқталды. Біз енді бір өлшемді массивті қорытып кетейік. Массив элементтерін қосудың insert, append, extend үйрендік. Массив элементін өшірудің remove, pop және del-ді өттік.
Егер массив элементтерін белгілі бір мәндерді өшіру керек болатын болса, онда for операторы жарамайды екен, while операторы мен жасау керек екен. Мысалы, тағы бір есеп көргім кеп тұрды. А тең бүйтіп алайықшы. 1, 2, 3, 2, 4, 2, 6, 2. Мен енді осының ішінде қай санды өшіруім керек? 2 деген мәнді өшіруім керек. К тең 2. Мен forға уже ол forмен болмайтыны белгілі. I тең 0 дейм. While'ға айтам. While I менші len A. Егер A-ның I элементі тең болатын болса, неге К-ға, онда del A-ның I элементін өшір деймді. Біткеннен кейін әйтпесе I плюс равно 1-ге дейм. Экранға print A деп бере салам. FPS окей. Вот мінекей барлық екілерді несі тастады, өшіріп тастады. Білмеймін енді қалай істеуге болатынын. Remove деп те көрейгеп, remove деп айтайықшы. A нүкте remove деген мән бойынша өшіреді ғой. К-ны өшір деп айтайықта. Так. Егер жоқ. Просто так A-сыз, A remove К I плюс равно 1-ге. Вот мені тағыдан естеді, өшіріп тастады. Осымен элементтерді жою және кірістіру сабағы аяқталды. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Бір отырғанда негізі, бәрі бір күнде болды. Қазіргі уақыт таңғы сағат 4-тен 10 кетті да. Мен әлі видео жазып отырмын, чтобы бір отырғанда бітіріп тастайын деп. Құдай қаласа алдағы уақытта біз сіздермен 2 өлшемді массивке кірісетін боламыз. Келесі видеоларда жүздескенше сау саламатта болыңыздар.